Қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жұбан Молдағалиев, Орал туралы ойлардан. Өз елім қайда болсам да, кең байтақ Совет елінде, өз үйім қайда қонсам да, жат жер жоқ Совет жерінде. Өзгеше бүгін Оралда, білмейді мұңды қызан, қалашық емес зор қала, қаласы еркін Мозаның. Басталған өшпес өзегі, орыстың жомарт жерінен, осына өрен өзенді, көрмесем жылда зерігем. Ішінде тек ал солардың туған жер дейтін бір жер бар. Сондай жер менің Оралым, Оралым жайық өр көкжал. Сағындым сені жайы алмабақты, өткізген өз бойымда жастық шақты, сүйушем төңкерілген толқыныңды, сылқылдап соғып жатқан жарғабақты. Жылжыды уақыт, туды күн, жылқысы көктем оралар, бу шалып түннің түндігін, қарбасын қағып қаралар. Жем қайда, жайық қайда, сағыз қайда, ескөлең еске түсті бағыз дойда, ашылып үлпілері ан өзендер далаға дән тасқын ағызған ба. Жайласып жатыр ақырын, зал толы жырдың достары, тыңдамақ абзал ақының ардақты отандастары. Ризамыз бүгінге, біз кешеге, бір ғұмырды таныттық бірнешеге, не тілесе туған ел сол болдық біз, бірде орақ, бірде семсер, бірде шеге. Әуелі бұл шіркінді бастау қиын, екінші көптің сөзін тастау қиын, тер қысып өлең буған қайран жыршы, көңілдің күңіреніп аштау күйін. Оралса десем өткен күн, жас ару үшін емес тек, тұрса да сиқыр көктемім, махаббат гүл боп елестеп. Мен өзгеше жазамын, мен өзгеше назамын, көтеремін сен үшін жер дүниенің азабын. Жұбан Молдағалиевтің 105 жылдығына орай ұйымдастырған челленджді Айбөлек бөбекжайынан қабылдап, Балбұлақ бөбекжайына жолдаймыз.